Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, алтын ала ерітілген сары май және електен өткізілген ұн қажет болады. Алдыменен табамызға жұмыртқаны жарып, араластырып аламыз. Миксердің көмегінсіз венчикпен араластыруға болады. Содан соң қант саламыз, жақсылап араластырамыз, қанты ерігенше. Ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, тым қою, тым сұйық емес масса жасайтын боламыз. Сіздер өздеріңіз көріп жүргендей, менің каналым жаңадан ашылған қазақша контентте. Сол себепті сіздерден сұрарым, видеоны толықтай қарап, лайк басып, подписаться етуіңізді сұраймын. Бізге енді вафельница қажет болады. Оны алдын-ала қосып, қыздырып аламыз. Содан соң май сеуіп, сіздер кисточканың көмегімен пайдалансаңыздар болады. Ақырындап бір ас қасықтан пісіріп алатын боламыз. Менің ойымша бұл вафлиді барлығының балалық шағының дәмі деп есептеймін. Сол себепті жасап көріңіздер. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Менің өзімнің ең сүйікті рецептілерімнің бірі. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Келесісін пісіріп аламыз. Екінші пісіргенде май себудің қажеті жоқ. Мен осындай трубочка түрін жасадым. Сіздерде таяқша болмаса, трубочка емес, просто конус қып жасасаңыздар болады. Немесе бүктемей жасай беруге болады. Біздің вафлеміз осындай болып шықты. Осы пропорцияда осыншама вафли шығады. Толық видеода қанша зат пайдаланғанда описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Біздің вафлеміз пісіп шықты. Сіздермен болған Айжан. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет. Ас болсын.